Кішкентай ханзада нөмірлері 325, 326, 327, 328, 329 және 330 астероидтары орналасқан аймақта тұратын. Сондықтан ол бір нәрсемен шұғылданайын, оқып тоқиын деген мақсатпен әуелі осыларды араламақшы болды. Біріншісінде патша тұратын. Патша қарапайым ғана, сонысымен бірге мәртебелі тағында қызғылт құндыз шапанына оранып отыр екен. Міне бір пенде, деп айғайлап жіберді патша кішкентай ханзаданы көрісімен. Мені ешқашан көрмесе де қалайша танып қойды, деп ойлады кішкентай ханзада. Ол патшалар үшін барша адам қара халық екенін білмейтін. Қайсысы болмасын, ол үшін қол астындағы адам. Бер жақын кел, тұлға, денеңді түгел көрейін, деді патша. Ақыры біреуге патша болатынына масаттанып. Кішкентай ханзада отыратын жер іздеп, жан-жағына көз тастап еді. Бірақ бүкіл планетаны патшаның керемет шапаны жауып қалыпты. Сондықтан оған түрегеп тұруына тура келді. Ал шаршағандықтан тіпті есінеп жіберді. Патшаның алдында есінеген әдептілікке қайшы келеді, деді оған патша. Мен саған есінеуге тыйым саламын. Байқамай қалдым, деп жауап берді сасып қалған кішкентай ханзада. Ұзақ жол жүріп ұйықтамап едім. Олай болса, деді патша, мен саған есінеуге бұйрық беремін. Көп жылдардан бері біреудің есінегенін көрмеп едім. Есінеген мен үшін таңсық нәрсе. Кәнеки, тағы да есіне. Бұл бұйрық. Қысылып тұрғаным. Қайта есіне алмаймын, деді кішкентай ханзада қызарақтап. Онда мен саған бірде есінеп, бірде... Ол аздап күмілжіп қалды. Өкпелеген сиқы бар. Патша үшін ең маңызды нәрсе оның айтқанын екі етпей бас ию ғой. Бағынбаушылықты ол көтермейді. Бұл билігі шексіз патшаның өзі болатын. Бірақ ол тым мейірімді болғандықтан ақылға сиялықтай жарлықтар беретін. Егер мен генералға теңіз құсына айнал деп әмір етсем, ол оны орындаудан бас тартса, бұған генерал айыпты емес. Бұл менің кінәм болады, деп жиі қайталайтын патша. Отыруыма рұқсат па екен? Деп имене сұралы кішкентай ханзада. Мен саған отыруға әмір етемін, деп жауап берді патша, шапанының бір жақ етегін жинастыра түсіп. Бірақ кішкентай ханзада аң-таң болды. Планета құйттай-ақ. Бұл патша сонда кімді басқарады? Тақсыр, сізден кешірім өтінемін. Сұрақ қоюыма болар ма екен, деді ол. Мен саған сұрақ қой деп бұйырамын, деді патша жалма-жан. Алдияр, сіз кімге патшалық етесіз? Барлығына, деп қарапайым ғана жауап қатты патша. Барлығына? Патша қолмен өзінің планетасын басқа планеталар мен жұлдыздарды нұсқады. Осының бәріне ме? Деді кішкентай ханзада. Осының бәріне, деп жауап берді патша. Бұлай дейтін себебі, бұл патша жай билеуші ғана болып қоймай, оған қоса шексіз ғарыштың дара билеушісі еді. Ал жұлдыздар сізге бағына ма? Әрине, деді оған патша. Жұлдыздар айтқанды екі етпейді. Мен тәртіпсіздікке төзбеймін. Осынша құдіретті билік кішкентай ханзаданы қайран қалдырды. Оның қолында осындай билік болған болса, орындығын еш қозғалтпастан-ақ күніне 44 рет қана емес, 72, тіпті 100 немесе 200 рет күннің батқан мезетін қызықтайтын еді. Тастап кеткен кішкентай планетасы есіне түсіп, аздап қамығып қалған ол патшаға мынадай өтініш жасауға тәуекел етті. Мен күннің батқанын көргім келеді. Рахметіңізші, күнге ұямына қонуға әмір етіңізші. Егер мен қолбасшыға бір гүлден екінші гүлге көбелекше ұш, немесе қайғылы шығарма жаз, болмаса теңіз шағаласына айнал, дер бұйрық берсем, ал қолбасшы бұйрығымды орындамаса, кім айыпты болар еді? Мен бе? Әлде ол ма? Сіз болар едіңіз, деді кішкентай ханзада табанды түрде. Дұрыс, әркімнен қолынан келетінін талап ету керек, деп сөзін сабақтады патша. Билікті ең алдымен ақылға жеңдіру керек. Егер сен халқына теңізге өздеріне тастаңдар десең, олар көтеріліске шығады.
Мен бағынушылықты талап ете аламын. Өйткені менің әмірім ақылға сиярлық. Сонда күнді ұясына қондыру жайы не болып кетті? Деп ескертті кішкентай ханзада. Ол қойған сұрағына жауап алмай тынышталмайтын. Күннің батуын сен көресің. Мен оны талап етемін. Алайда менің ел басқару ғылымыма сәйкес қолайлы жағдайдың тууын күте тұру керек. Ол қашан туар екен? Деп кішкентай ханзада оны білуге асықты. Хм, деп патша қалың күнтізбесін ақтара бастады. Бүгін болады. Бұл кешке сағат 7-ден 40 минут кеткенде болады. Сен сонда менің айтқанымның қалай бұлжымай орындалғанына көзің жетеді. Кішкентай ханзада есінеп қойды. Ол өз планетасындағы күннің батуын өткізіп алғанына өкінді. Енді ол аздап зерге бастады. Менің бұл жерде басқа істер ісім жоқ, деді ол патшаға. Кетер уақытым болды. Кетпе, деді патша бағынышты адам тапқанына масаттанып. Мен сені министр етіп тағайындаймын. Ненің министрі? Заң министрі. Мұнда соттайтын ешкім жоқ қой. Кім біледі, деді патша оған. Мен әлі қол астымдағы жерлерді аралап көрген жоқпын. Мен тым кәрімін. Күйме қоятын жер жетіспейді. Ал жаяу жүру шаршатады. Мен қарап көрдім, деді планетаның басқа бетіне тағы бір көз салуға еңкейген кішкентай ханзада. Ол жақта да ешкім жоқ. Онда сен өзіңді өзің соттайсың, деп жауап берді патша. Бұл өте қиын нәрсе. Өзгені соттағанға гөрі өзіңді соттау қиынырақ. Егер сен өзіңді дұрыстап соттай білсең, онда сенің нағыз данышпан болғаның. Мен өзіме өзім қайда болсам да баға бере аламын. Ол үшін мұнда тұрып қажеті жоқ, деді кішкентай ханзада. Деді патша. Менің планетамның бір бұрышында кәрі атжалман бар сияқты. Түнде тықырын естимін. Сен сол атжалманды соттауына болатын еді. Оны кей кездері өлім жазасына кесіп отырар едің. Осылайша оның өмірі сенің қолында болады. Алайда сен оны үнемдеу үшін әр уақытта кешіріп отыратын едің. Ол біреу-ақ қой. Мен өлім жазасына кесуді ұнатпаймын, деді кішкентай ханзада. Оның үстіне кететін уақытым болды. Жоқ, деді патша. Бірақ та кішкентай ханзада сапарға дайындалып болған соң, кәрі патшаның көңілін қалдырғысы келмегендіктен былай деді. Егер ұлы мәртебелі тақсыр өз бұйрықтары әркез бұлжымай орындалғанын қаласа, маған ақылға сиярлықтай әмір берер еді. Мәселен, ол маған бір мезетте кідірмей жолға шығуға бұйыруына болар еді. Меніңше, қолайлы жағдай туып тұрған сияқты. Патша үн қатпағандықтан кішкентай ханзада біраз кідіріп қалды да, сосын бір күрсініп қойып жолға аттанып кетті. Мен сені елші қылып тағайындаймын, деп патша артынан асығыс айқайлап жіберді. Оның түрі қарсылық атаулыға төзбестей еді. Үлкендер осы қызық халық, деп ойлады кішкентай ханзада. Екінші планетада атақ құмар адам тұратын. Міне, қызықтаушы адам да келді, деп кішкентай ханзаданы алыстан көре салысымен айқай салды атақ құмар. Атақ құмар адам өзге жұрттың бәрі өздеріне сүйсіне қарайды деп ойлайды. Қайырлы күн, деді кішкентай ханзада. Қалпағыңыз қызық екен. Бұл сәлем беру үшін, деп жауап қатты атақ құмар. Жұрт мені құттықтап, қол шапалақтағанда мен иіліп ізет көрсетуім керек. Өкінішке орай, бұл жерден ешкім өтпейді. Солай ма? Деді ештеңені түсінбесе де кішкентай ханзада. Бір қолыңды екінші қолына соқ, деп ақыл берді атақ құмар. Кішкентай ханзада қолдарын бір-біріне соғып шапалақтады. Атақ құмар қалпағын көтеріңкіреп, қарапайым ғана бас иіп сәлем берді. Бұл патшаға қарағанда көңілдірек екен, деп ойлады кішкентай ханзада. Сөйтіп, ол қайтадан қол шапалақтай бастады. Атақ құмар болса қалпағын көтеріңкіреп, тағы да иілді. Осындай қимылдармен өткен 5 минуттан соң кішкентай ханзада ойынның бір қалыптылығынан жалығып кетті де, ал қалпақ жерге құлау үшін не істеу керек, деп сұрады. Бірақ атақ құмар оның айтқанын естімеді. Атақ құмарлар мақтау сөзден басқаға құлақ аспайды. Сен маған шынымен-ақ қатты сүйсіне қарайсың ба? Деп сұрады ол кішкентай ханзададан.
Сүйсіне қарау деген нені білдіреді? Сүйсіне қарау деген менің планетамдағы ең әдемі, бәрінен сәнді киінген және ең ақылды адам екенімді мойындағанымды білдіреді. Сен планетаңда жалғыз емессің бе? Көңілімді қалдырмашы. Сонда да маған сүйсіне салшы. Мен сүйсініп тұрмын, деді кішкентай ханзада иығын қусырып. Бірақ бұл сені не үшін қызықтырады? Сөйтті де кішкентай ханзада кетіп қалды. Сапарын жалғастыра түсіп, үлкендер шынымен де түсініксіз жандар деп ойлады ол жай ғана. Келесі планетада Мас күнем тұратын. Кішкентай ханзада бұл жерде көп тұрақтамаса да зор уайымға салынды. Сен не істеп отырсың? Деп сұрады ол Мас күнемнен. Ол келгенде Мас күнем бір үймек боп, бос бөтелкелер мен тағы бір топ толы бөтелкелердің алдында үнсіз отыр екен. Ішіп отырмын, деп жауап берді Мас күнем мұңды түрмен. Не үшін ішесің? Деп сұрады кішкентай ханзада. Ұмыту үшін. Нені ұмыту үшін? Деді оны аяп кеткен кішкентай ханзада. Ұялатынымды ұмыту үшін, деп басын салбырата шынын айтты Мас күнем. Неден ұяласың? Деп сұрады оған қол ұшын белгісі келіп кеткен кішкентай ханзада. Ішкеннен ұяламын, деп Мас күнем сөзін аяқтады да үнсіздікке бір жолата батып кетті. Не айтарын білмей абдырап қалған кішкентай ханзада әр қарай жол тартты. Жол бойы ол үлкен кісілер шынында да өте таңғаларлық жандар деп ойлады ішінен. 4-ші планета іскер адамдікі болатын. Бұл адам мұрнынан шаншылып, қолы тимей жатқаны соншалық кішкентай ханзада келгенде басында көтермеді. Сәлеметсіз бе? Деді бұл. Сіздің шылымыңыз сөніп қалыпты. 3-ке 2-ні қосса болады 5. 5-ке 7-ні қосса 12. 12-ге 3 – 15. Қайырлы күн. 15-ке 7-ні 22. 22-ге 6 – 28. Оны жағатын уақыт жоқ. 26-ға 5 – 31. Сонымен болады 500 миллион 622 мың 731. Ненің 500 миллионы? Сен әлі осында ма едің? 500 миллион. Не екенін ұмытып қалдым. Менің қыруар жұмысым бар. Мен байсалды адаммын. Бос мылжыңмен айналысуға уақытым жоқ. 2-ге 5-ті қоссақ 7. 500 миллионыңыз не? Деп қойған сұрағын өмірінде жауап алмайынша тынбайтын кішкентай ханзада қайталап сұрады. Іскер адам басын көтеріп, осы планетада 54 жыл өмір сүргелі бері мені 3 рет қана мазалаған. Бірінші рет бұдан 22 жыл бұрын қайдан түскені бір құдайға ғана белгілі көктем қоңызы еді. Ол ызыңдап құлақтың құртын жегендіктен мен есеп қисабында 4 қате жібердім. Екінші рет бұдан 11 жыл бұрын сүйегім қақсап ауырғанын кесірі тиді. Маған жаттығу жетіспейді. Сейіл құруға уақытым жоқ. Мен жеңілтек мінезді адам емеспін. Үшінші рет, мінекей. Сонымен 500 миллион деп жатқанмын. Ненің миллионы? Іскер адам оның тыныштық бермесін ұқты да, кей кезде аспанда көрінетін миллиондаған майда заттар, деді. Шыбындар ма? Жоқ. Майда, жылтырақ нәрселер. Бал арасы ма? Жоқ, ол емес. Жалқауларды қиялға батыратын кішкентай алтын түстес нәрселер. Мен болсам жалқау емеспін. Менің қиялдауға уақытым жоқ. Жұлдыздар ма? Тура солай, жұлдыздар. 500 миллион жұлдызды не қыласың? 500 миллион 622 мың 731. Мен байсалды жанмын, дәлдікті ұнатамын. Осы жұлдыздармен не істемекшісің? Не істемекшімін? Ештеңе. Мен оларды емденемін. Сен жұлдыздарды емденесің бе? Мен бір патшаға жолығып едім. Патшалар емденбейді. Олар патшалық құрады. Бұл істің мәні басқа. Ал саған жұлдыздарды емденудің не керегі бар? Бай болу үшін керек. Бай болған не үшін керек? Басқа біреу тауып алған жұлдыздарды сатып алу үшін. Мынау өзі маған маскүнем сияқты байыптайды екен, деп ойлады кішкентай ханзада. Сосын ол тағы да сұрақтар қойды. Жұлдызды қалайша емденуге болады? Олар кімдікі? Деп күңк етті іскер. Білмеймін, ешкімдікі емес. Демек, менікі болғаны. Өйткені ол туралы бірінші маған ой келген.
Осы жеткілікті ме? Әрине. Сен есі жоқ алмас тас тапсан, оны меншіктенесің ғой. Егер сен иесіз арал тауып алсаң, ол сенің меншігің болады. Саған жаңа ой бірінші келсе, сен оның иесі боласың. Ал мен болсам, жұлдыздарды иемденемін. Өйткені бұған дейін жұлдыздарды меншіктеу ешкімнің ойына кіріп шықпаған. Ол рас, деп қосты кішкентай ханзада. Сосын не қыласың? Мен оларды басқарамын. Оларды қайта-қайта санаймын, деді іскер адам. Бұл қиын нәрсе, бірақ мен ұлағатты кісімін. Кішкентай ханзада бұған да қанағаттанбады. Егер менде орамал болса, оны мен мойныма орап, және өзімен бірге алып кете аламын. Егер менің гүлім болса, оны жұлып алып кете аламын. Бірақ сен жұлдыздарды жинап алып кете алмайсың ғой? Жоқ, бірақ мен оларды банкке салып қоя аламын. Ол не дегенді білдіреді? Ол дегеніміз былай. Мен жұлдыздарды санын бір шумақ қағазға жазамын. Сосын ол қағазға тартпаға саламын да кілтпен құлыптап қоямын. Сол-ақ па? Соның өзі де жеткілікті. Қызық екен, деп ойлады кішкентай ханзада. Тіпті әдемі жырдай. Бірақ айтуға тұрарлық нәрсе емес. Кішкентай ханзаданың көңіл қоюға тұрарлықтай нәрселер туралы ойы ересек адамдардың ойынан мүлдем басқаша болатын. Меніңше, деді ол тағы да, менің күн сайын суарып тұратын гүлім бар. Менің меншігімде апта сайын мұржасын тазалап тұратын 3 жанартауым бар. Сөніп қалғанында тазалаймын. Сақтықта қорлық жоқ, деген. Менің иемденуім жанартауларым үшін де, гүлдерім үшін де пайдалы. Ал жұлдыздарға сенен түсер пайда жоқ. Іскер адам аузын ашып еді, бірақ аузына сөз түспеді. Кішкентай ханзада болса, бірден жолға аттанып кетті. Үлкендер шынында да ғажап жандар, деп ойлады ол жол бойы. 5-ші планета өте қызықты еді. Бұл бәрінің ішіндегі ең кішкенесі болатын. Оның үстінде тек көше шамы мен шам жағатын шырақшы ғана сиятын орын бар. Аспанның бір бұрышында орналасқан не бір үйлері, не бір тұрғындары жоқ планетаға көше шамы мен шырақшы не үшін керек екені кішкентай ханзаданың миына сыймай-ақ қойды. Дегенмен ол ішінен былай деп ойлады. Мүмкін бұл адам сандырақтайтын шығар. Әйтсе де, оның патшаға, атаққұмарға, әлде іскер адам мен маскүнемге қарағанда дені дұрыстау сияқты. Қалай болғанда да мұның жұмысының мәні бар. Ол өзінің шамын жаққан шақта бір жаңа жұлдыз туғандай, немесе гүл шешек атқандай әсер етеді. Ал шырағын өшіргенде сол гүл немесе жұлдыз ұйқыға кеткендей болады. Тамаша жұмыс. Бұл шын мәнінде пайдалы іс, себебі бұл әдемі. Кішкентай ханзада планетаға жақындаған кезде шырақшыға құрметпен иіліп сәлем береді. Қайырлы күн, шырағыңды неге өшірдің? Нұсқау солай, деп жауап берді шырақшы. Қайырлы күн. Нұсқау деген не? Шырақты өшіру жайлы нұсқау, кеш жарық. Сөйтіп, ол шырағын қайта жақты. Оны неге қайтадан жақтың? Нұсқау солай, деп жауап берді шырақшы. Түсінсем бұйырмасын, деді кішкентай ханзада. Түсінетін еш нәрсе жоқ, деді шырақшы. Нұсқау дегеніміз нұсқау. Қайырлы күн. Ол шырағын қайта сөндірді. Сосын қызыл төрт бұрыштар бар бет орамалмен маңдайын сүртті. Менің кәсібім сұмдық ауыр. Бұрындары уақытымен болушы еді. Таңертең сөндіріп, кешке жағатынмын. Одан қалған уақытында күндіз демалып, түнде ұйықтаушы едім. Сонда одан кейін нұсқау өзгеріп кетті ме? Нұсқау өзгерген жоқ-ау, деді шырақшы. Пәленің бәрі осында емес пе? Планета жылдан жылға жылдамырақ айналатын болып барады. Ал нұсқау өзгермеді. Сонымен, деді кішкентай ханзада, сонымен енді ол минутына бір айналып шығады. Менің бір секундысына тыныс алуға уақытым жоқ. Әр минут сайын жағып қайта сөндіремін. Міне қызық, сенің бір күнің бір-ақ минутқа созылғаны ғой. Қызық түгі де жоқ, деді шырақшы. Екеуміздің әңгімелесіп тұрғанымызға бір айдың жүзі болды. Бір ай? Иә, 30 минут, 30 күн. Қайырлы кеш. Ол шырағын қайта жақты. Кішкентай ханзада одан көз алмай тұрып, нұсқауына осыншама адал шырақшыны жақсы көріп кетті.
оның есіне күннің батуын тамашалау үшін өзінің орнығын жылжытып, күнді қуалап жүретін кездері түсіп кетті. Ол досына көмектескісі келді. Сен білесің бе? Мен сені қалаған кезінде демалдырудың тәсілін білемін. Мен үнемі демалғым келеді, деді шырақшы. Адам жұмысына адал, сонымен қатар жалқау да бола алмайды ғой. Кішкентай ханзада сөзін былай деп сабақтады. Сенің планетаның кішкентайлығы сонша, 3 қадам аттасам болғаны, оны түгел айналып шығасың. Әрдайым күннің көзінде қалу үшін сен асықпай жүріп отырсам болғаны, тыныстап алғың келгенде сен жүре бер. Сонда күн қалағанынша шығып тұра береді. Бұдан келіп кетер пайда шамалы екен, деді шырақшы. Менің өмірде ең жақсы көретінім ұйықтау. Амал нешік, жолың болмады, деді кішкентай ханзада. Амал жоқ, деді шырақшы. Қайырлы күн. Сөйтті де шырағын сөндірді. Бұл адам, деп ойлады кішкентай ханзада, сапарын жалғастыра түсіп. Бұл адам басқаларына, патшаға, атақ құмарға, маскүнемге, іскер адамға жек көрінішті болар еді. Дегенмен маған күлкілі емес. Жібі түзу жалғыз өзі сияқты көрінді. Мүмкін мұның себебі оның тек өз қара басын ғана ойламай, өзге нәрсемен айналысатындығы болар. Ол өкініштен күрсінді де ойын былай деп жалғастырды. Жалғыз осы ғана достасуыма жарайтын адам екен. Алайда оның планетасы шынында тым кішкентай. Екі адам сиятын орын жоқ. Шынында кішкентай ханзаданың мойындауға батпаған нәрсесі күн 24 сағат ішінде 1440 рет бататын осы бір құдай жарылқаған планетаны қимайтындығы. 6-шы планета одан 10 есе үлкен планета еді. Мұнда қалың кітаптар жазатын қарт кісі тұратын. Кішкентай ханзаданы көре салысымен ол, мінеки, зерттеушінің дәл өзі келді, деп айқайлап жіберді. Кішкентай ханзада ентігін басу үшін орындыққа отыра кетті. Қаншама жолдарды басынан өткерді десеңші. Қай жақтан келе жатырсың? Деп сұрады одан қарт кісі. Мынау не қылған қалың кітап? Деді кішкентай ханзада. Сіз мұнда немен айналысасыз? Мен географпын, деді қарт кісі. Географ деген кім? Ол теңіздердің, өзендердің, қалалардың, таулар мен шөлдердің қайда орналасқанын білетін адам. Неткен қызық, деді кішкентай ханзада. Мінеки, бұл нағыз кәсіп. Сосын географтың планетасын көзбен шолып шықты. Ол осыншама сәулетті планетаны бұрын соңды көрмеген еді. Сіздің планетаңыз өте әдемі екен. Мұхиттар бар ма? Оны білмедім, деді географ. Кішкентай ханзада көңілі қалыңқырап, ал таулар ше? Деп сұрады. Оны білмеймін, деді географ. Ал қалалар, өзендер мен шөлдер ше? Оны да біле алмадым, деді географ. Сіз географ емессіз бе? Дәл солай, деді географ. Бірақ мен зерттеумен айналысатын саяхатшы емеспін. Мен зерттеушілерге зәрумін. Қалаларды, өзендерді, тауларды, теңіздерді, мұхиттар мен шөлдерді географ санамайды ғой. Географ тым маңызды адам. Оның саналып жүргені жараспас. Ол өзінің кеңсесінен шықпайды. Ол осында зерттеушілерді қабылдайды. Географ оларға сұрақ қойып, олардың көрген білгендерін қағазға түсіреді. Ал егер де олардың ішіндегі кейбіреуінің айтқандары қызықтау көрінсе болғаны, географ сол зерттеушінің адамшылық қасиеттерін тексеріске алады. Оның қажеті не? Зерттеуші өтірік айтса, география кітаптарына зиян келтіреді. Ішкіш зерттеуші де соның қатарына жатады. Неге? Деп сұрады кішкентай ханзада. Өйткені маскүнемдердің көзіне бәрі қосарланып көрінеді. Сонда географ бір ғана таудың орнына екеуі деп жазып қоюы мүмкін. Мен сондай біреуді танушы едім, деді кішкентай ханзада. Одан жақсы зерттеуші шықпас еді. Ол да мүмкін. Сонымен зерттеушінің адамгершілігі мықты болып шықса, онда оның ашқан жаңалығын тексеріске алады. Барып көре ме? Жоқ, ол қиындау болады-ау. Оның орнына зерттеушіге дәлелдер келтіруін талап етеді. Мысалы, Асқар тауды тапқан болса, үлкен-үлкен тастар әкелуі шарт. Географ кенеттен көңілі жібіп, сен ше, алыстан келдің ғой. Зерттейтін саяхатшының нағыз өзісің. Қане, өзінің планетаңды сипаттап берші. Сөйтіп, географ өзінің кітабын ашып жіберіп, қарындашын ұстады. Зерттеушілердің әңгімелерін әуелі қарындашпен жазады.
оны сиямен көшіріп жазу үшін зерттеушінің дәлелдер келтіруін күтеді. Сонымен, деп сұрады географ, менің планетамда қызықтайтын нәрсе көп емес. Ол кішкене планета. 3 жанартауым бар, екеуі жанып тұр, ал біреуі сөніп қалған. Бірақ кім біледі не болатынын? Кім біледі не болатынын, деп қайталады географ. Менде тағы гүл бар. Біз гүлдерді есепке алмаймыз, деді географ. Неге? Дүниедегі ең әдемі гүл. Себебі гүлдер өткінші болады. Өткінші деген нені білдіреді? География кітаптары, деді географ, әлемдегі кітаптардың ішіндегі ең асылы. Олар ешқашан ескірмейді. Таудың орнын ауыстырғаны сирек кездеседі ғой. Мұхиттың тартылып қалуы күнде кездесетін нәрсе емес. Біздер мәңгі өзгермейтін нәрселер жайында жазамыз. Алайда сөнген жанартаулар ұйқысынан оянып кетуі мүмкін ғой. Өткінші нәрсе не дегенді білдіреді? Жанартаудың сөніп немесе жанып тұрғаны біз үшін бәрібір, деді географ. Біз үшін негізгі нәрсе таудың болғаны. Ол өзгермейді. Өткінші деген нені білдіреді? Деп қата сұрады, сұрағына жауап алмай тынбайтын кішкентай ханзада. Өткінші дегеніміз келешекте жоғалып кетуі мүмкін дегенді білдіреді. Менің гүлім жақын уақытта жоқ бола ма? Әрине. Менің гүлім уақытша нәрсе екен ғой, деп ойлады кішкентай ханзада. Оның бүкіл әлемнен қорғанар тек 4 тікенегі ғана бар. Ал мен оны жападан жалғыз өзін тастап кеттім. Бұл оның ең алғаш рет өкінішке бой алдырған кезі болатын. Бірақ ол қайта беки түсіп, маған қайда сапар шегуге кеңес берер едіңіз, деп сұрады ол. Жер планетасына баруды, деп жауап берді географ. Оның жақсы даңқы шыққан. Сөйтіп, кішкентай ханзада гүлі туралы ойларға шомған бойы жолға аттанып кетті. Сонымен 7-ші планета жер еді. Жер әншейін планета емес. Жер бетіндегі патшалардың саны 111-ге. Әрине, негр патшаларды да ұмытпау керек. Географтардың саны 7 мыңға. Іскер адамдардың саны 900 мыңға. Маскүнемдердің саны 7,5 миллионға. Атақ құмарлардың саны 311 миллионға. Яғни, ересек адамдардың жалпы саны 2 миллиард шамасына жетеді. Жердің көлемін сипаттау үшін, міне, сіздерге мынаны айтар едім. Электр жарығын ойлап таппастан бұрын, жалпы 6 құрлықтың бетінде 462.511 шырақшыдан құралған нағыз әскер болған. Алыстау қашықтықтан қарағанда бұл ғажап көрініс тудыратын. Бұл әскер қозғалысы опера театрындағы балет бишілерінің біркелкі қимылдарын еске түсіргендей еді. Алғашқы болып Жаңа Зеландия мен Австралияның шырақшыларының өнер көрсететін кезегі. Сосын олар шырақтарын жағып болысымен ұйқыға бас қоятын. Содан кейінгі өз кезектерінде шырақшылар бейне Қытай мен Сібірдегілер қосылатын. Сосын олар да сахнадан кетіп шымылдық тасасына тығылатын. Ендігі кезек Ресей мен Үндістан шырақшыларынан келетін. Сосын Африка мен Еуропа елдерінікі. Сосын Оңтүстік Американың кезегі. Содан соң Солтүстік Америка сахнаға шығады. Олар сахнаға шығар мезгілінен ешқашан жаңылған емес. Бұл керемет еді. Тек Солтүстік полюстегі жалғыз шамның шырақшысы мен оның әріптесі Оңтүстік полюстегі жалғыз шырақшы ғана жұмыссыз, тауқыметсіз өмір сүретін. Олар жылына 2 рет қана жұмыс істейтін. Білгіш болып көрінгің келгенде, өтірікті аздап араластырып жіберетін кездер болады. Мен сіздерге шырақшылар жайында әңгімелеп, отырып шындықты аздап бұрмалғаным рас. Біздің планетаны мүлде білмейтін адамдарға жалған түсінік беріп қоюым ықтимал. Адамдар жер үстінде көп орын алмайды. Егер 2 миллиард жер тұрғындары иықтасып, жиналыста тұрғандай тік тұрған болса, ұзындығы 20 мың, ені де 20 мың шаршы миль алаңға сыйып кетер еді. Бүкіл адамзатты Тынық мұхиттың кішкене бір аралына үйіп төге салуға болар еді. Әрине, үлкендер сізге иланбайды. Олар жерде қомақты орын аламыз деп ойлайды. Олар баобабтар сықылды өздерін маңызды санайтын. Сіз оларға есептеуді ұсыныңыз. Ересек адамдар санағанды жанындай жақсы көреді. Мұндай кеңес жандарына жағады. Бас қатырып, іш пыстыратын осы іске алтын уақытыңызды ысырап қылмаңыз. Еш пайдасы жоқ. Маған сенсеңіз болғаны. Сонымен, кішкентай ханзада жерге келіп түскелі, көзіне тірі жан ілінбегеніне таң қалды.
Ол планетаны шатастырып алдым ба деп қобалжи бастаған кезінде айдың сәулесі түсіп тұрған сақина іспетті дөңгелек нәрсе құм үстінде жыбыр ете қалды. Қайырлы таң, дей салды кішкентай ханзада. Қайырлы таң, деді жылан. Мен қай планетаға тап болдым, деп сұрады кішкентай ханзада. Жер планетасына. Бұл Африка, деп жауап берді жылан. Солай ма? Сонда жер үстінде адам тұрғаны ма? Бұл шөл дала. Шөл далада тірі пенде болмайды. Жер дегеніңіз үлкен, деді жылан. Кішкентай ханзада тастың үстіне отырды да аспанға көз тікті. Мені ойға шомдыратын нәрсе, деді ол. Жұлдыздар. Әр адам ерте ме, кеш пе, өз жұлдызын адаспай тауып алу үшін жарқырап тұра ма екен? Менің жұлдызым дәл төбемізде тұр. Сонымен қатар, ол қаншама алыс қашықтықта десеңізші? Әдемі екен, деді жылан. Сен мұнда не бітіріп жүрсің? Мен бір гүлмен араздастырып қалып едім, деді кішкентай ханзада. Солай ма? Деді жылан. Олар үндемей қалысты. Адамдар қайда? Деді ақырында кішкентай ханзада. Жапан түзде жалғызсырап қалдық қой. Адамдар арасында да жалғызсырауға болады, деді жылан. Кішкентай ханзада оған ұзақ қарап тұрып, сен өзің бір қызық мақұлық екенсің, деді ол ақырында. Саусақтай жіп-жіңішкесің. Алайда мен патшаның саусағынан да құдіретім күштірек. Кішкентай ханзада жымиып қана, сен соншалықты құдіретті демессің. Сенде тіпті сирақ та жоқ, саяхат та жасай алмайсың. Мен сені кемеден бетер алысқа алып кете аламын, деді жылан. Ол кішкентай ханзаданың тілерсегіне алтын білезіктей оратылды. Мен тиіскен адам өзі шыққан қара жеріне аттанады, деді ол тағы да. Бірақ та сенің жаның пәк екен, әрі сен көктегі жұлдыздан түсіпсің. Кішкентай ханзада еш жауап қатпады. Мен сені аяп тұрмын. Сен осынау тастай қатты жерде әлсіз көрінесің. Сен планетаңды қатты сағынған кезінде менің саған көмегім тиер. Мен жарайды. Мен өте жақсы түсіндім, деді кішкентай ханзада. Бірақ сен неге ылғи жұмбақтай сөйлейсің? Бар жұмбақтың шешуін таба аламын, деді жылан. Сөйтіп екеуі үндемей қалды. Кішкентай ханзада шөл даланы көлденеңнен кесіп өтті. Жолында тек бір шоқ гүлден басқа ештеңе кездестірмеді. 3 тал қауызы ғана бар, жоқтан жоғары бір гүл ғана. Қайырлы күн, деді оған кішкентай ханзада. Қайырлы күн, деді гүл. Адамдарды қай жақтан табуға болады? Деп ізетпен сұрады кішкентай ханзада. Бір күні керуеннің көшіп бара жатқанын көрген гүл, адамдар ма? Менің ойымша жер бетінде 6, әйтпесе 7-ге жуық адам болуы керек. Оларды осыдан бірнеше жылдар бұрын байқап қалғанмын. Бірақ адамдарды қайдан табуға болатынын кім білсін? Оларды жел айдап жүреді. Олардың тамырлары болмаған соң қиын ғой. Қош бол, деді кішкентай ханзада. Қош бол, деді гүл.